Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге бәрімізге танымал сельдь под шубой салатын қалай дайындайтынымды көрсететін боламын. Ол үшін керекті азық-түліктерді төмендегі описаниеге мөлшерімен жазып қалдырамын. Ең алдымен тұздалған балығымызды, яғни селедканы жақсылап тазалап аламыз. Оны майда бөлшектерге бөліп, тарелкаға орналастырамыз. Бұл салат үлкендерге де, балдарға да өте ұнайтын салат. Сіздер де дайындап көріңіздер. Тұздалған балығымызды тарелкаға салып болғаннан кейін келесі кезекте піскен картошкамызды үккіштен өткіземіз. Одан кейін піскен сәбізімізді де үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Піскен қызылшамызды да үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Ең соңында салат жасауға кірісеміз. Тазаланып майда бөлшектерге бөлінген тұздалған балығымыздың үстіне үккіштен өткізілген картошкамызды орналастырып шығамыз. Оның үстіне майонез жағып шығуымыз керек. Келесі кезекте сәбізіміз бар. Үккіштен өткізілген піскен сәбізді орналастырып шығамыз. Сәбіздің үстіне майонез жағып шығу керек. Майонездің тым көп болып кетпеуін қадағалаңыздар. Кальцо сияқты құралдарыңыз болса, бұл салатты тарелканың үстіне кальцоны қойып, кезекпе-кезек осылай қойып шықсаңыздар да болады. Келесі кезекте қызылшамыз бар. Оны да үккіштен өткізіп дайындап алғанбыз. Қызылшаны сол сәбіздің үстіне орналастырамыз да, жайып шығамыз қасықпен бір келкі. Одан кейін қызылшаның үстіне де майонез жағып шығамыз. Барлығын қасықпен жақсылап келтіріп алып, майонезімізді қасықпен жағамыз. Сөйтіп жан-жағын дұрыстап аламыз. Ең соңында салатты безендіру үшін жұмыртқаның ағын үккіштен өткізіп, салаттың бетіне себелеп шығамыз. Жұмыртқаның ағынан кейін сарысын да себелеп шығамыз. Сол кезде салатымыз көрікті көрінеді. Бұл өте әдемі, дәмді салат. Кез келген дастарханның көркін ашады. Келген қонақтарыңызға да сөзсіз ұнайтын салат. Сіздер де дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Ас болсын.